Бізде енді эфирде бір келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Ғалымжан сәл бір бәріміздің көңілімізге тиген бір дүние жасапсыз. Бірақ артын осындай сыйлықпен жауап атқаны бар енді. Мен айтып жатырмын, не үшін бір балық? Не үшін екіншісі жоқ типа? Екіншісі мен ғой. Екінші қайда енді? Аяулының қасында жүр ма? Я, мен де ұмытып ойлаймын. И папугай маған подарить етті ғой. Мен уайымдап жүрмін, қашан папугайлар өліп қалады екен деп. Неге? Мен кешке эфирде мен время жоқ аны қарағаны. Енді балықты уайымдайтын болдыңыз. Кеше балық деп айтып қоймады да, соны ала дедім да. Қашан айттым мен саған? Балық па деп кафеде может. Енді Перизат, сіз жалпы бір көңіл күйіңіз де түсіп жатқан жоқ сияқты, иә, бір болған жағдайларға. Бәрібір ма әлде қалай? Жоқ, мен қанымды ішті, негізі. Біраз әңгімелесті. Біраз ренжігенім бар. Бағана Әсем, подкаст қарап отыр да, Мөлдір ханымның сұхбатын Тұрсынбек туралы. Айтқам, мен Тұрсынбектікі дұрыс емес қой дедім, өз ойымды айттым. Бұйырса, мені қазір ресторанға апарады, тамақ ішуге апарады. Ой, ертең манты жейміз, сосын, ой! Подкасттың бір пайдасы бар екен. Тұрсынбектікі не прав? Достар, Әділ сіздерге арнап жаңа промокодтар мен жаңа фишкалар дайындап отыр. Сосын телеграмға кіріп бақылап отырыңыздар. Ал біз сұлуынан жылуы деп өзіміздің керек жерімізге жетіп алдық. Осылай қалың киініп алдым аэропортта, потому что енді кроссы болған достар, біз келген қала өте салқын. Смотрите, какой красивый номер у нас. Қасымда бір қыз бар, ерке бар, точнее. Номер осындай әдемі номерге жайғасып алдық. Бұнда отельдер қатты қымбат емес екен. Күн салқын, куртка жоқ менде. Пока вот так вот. Мен қазір қызымды садиктен алып кетіп жатырмын да. Мынандай көлемдегі айды сіздер көрдіңіздер ма? Мен қазір камерамен жеткізе алмай жатырмын. Прям дәл қазір сыртқа шығып көріңіздерші, Алматы тұрғындары. Мына айды мен осындай көлемде бірінші рет көріп тұрмын. Вау. Ерекше көрініс. Машалла.